Сәлем, құрметті достар. Бүгін мен тәжірибе ретінде қарбыз дейміз, осыны отырғызып көргім келіп жатыр. Бұл арбуз самый первый, скороспелый сахарный деген түрі, және Sugar Baby, сахарный малыш деген осы екі түрлі арбузды отырғызып көргім келіп жатыр. Бұлардың нұсқамасында сәуір және мамыр айларында осылай көшеттеп отырғызу көрсетілген, және ашық топыраққа мамыр айында депті. Осыны енді көрейік, себебі бізде көктем кешірек шығады және қарбыздар пісіп үлгере алмай қалады. Сондықтан мен бүгін бізде сәуір айының 18-ші жұлдызында осы қарбыздарды тәжірибе ретінде отырғызу үшін тұқымдарын алып көрдім. Ендеше бірге отырғызайық. Достар, мынау менің отырғызатын ыдысым. Мінекей, әр ұяшыққа 2 тұқымнан салып шығамын. Бұл ұяшықтар өздеріңіз көріп отырсыздар, түптері тесік, артық су жинамайды. Осы тұқымға қолайлы. Енді көрейік отырғызып. Мына топырақ әмбебап топырақ, для овощей деп сатылады. Дүкендерден сұрасаңыздар осылай береді, осындай топырақ. Ал мен енді қазір толтырамын ыдысты. Ондай қатып қалғанды салмау керек. Топырақ мейлінше ұсақ үгіліп тұрған болғаны дұрыс. Жалпы осы қарбызды еккенде топырақтың құм аралас болғанында дұрыс екен. Енді оны ашық топыраққа шығып жатса, ашық топыраққа отырғызғанда мен оны құм араластырып көремін. Құмды жерде жақсы өседі деген сондай айтады. Топырақты нығыздап алайын. Мінекей достар, топырақты нығыздадым. Екінші ыдысымызды толтырамыз. Достар, осыдан кейін мен әр ұяшыққа тереңдігі 1-1,5 сантиметрде 2 ұрықтан салып шықтым. Оның бетін топырақпен көмкеріп, үстіне жақсылап су құйдым. Дәл сол видео түспей қалды, айып етпеңіздер. Сонымен енді мына жерге мен шатаспас үшін ярлычоктарын қойып қоям. Сөйтіп қақпағын жабамын. Ары қарай шығуын күтеміз. Құрметті достар, бүгін мамыр айының 2-сі. Мынау қарбызымыз бүгін 16-шы күн. Шыққанына еккенімізге 16-шы күн. Мінекей мына қарбызда нағыз жапырақтары пайда болған. Ал мынада енді пайда болайын деп келе жатыр кішкене. Мінекей достар, естеріңізде болса, біз әр ұяшыққа 2-2 қарбыздан еккен едік. Оның кейбіреуі шықты, кейбіреуі шықпай қалды. Мысалға мыналарда шықты. Бұл арбуздың сахарный деген түрі. Мінекей, біреуінде ғана шықпай қалған. Ал енді Sugar Baby деген сортында бір ғана ұяшыққа 2 шыққан, қалғандарында бір-біреуден шыққан. Бірақ мінекей нағыз жапырақтары. Ең бастысы бізде қарбызымыз шықты. Мінекей достар. Енді бұны біз бұйырса 4-5 күннен кейін бұны біз ашық топыраққа отырғызамыз. Ал достар, осы бейне бойынша бір сұрақтар пайда болса, пікірге жазып қойыңыздар, міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Сіздермен болған Айнұрдың саяжайы арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.